Трейдингтегі кредитный плечо, leverage, маржа деген дүние неліктен қауіпті және де оған неге шариғатымыз рұқсат бермейді. Мен Олжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті. Дәл қазіргі уақытта біздің Қазақстанда қазір тренд болып, қаншама адам биржа әлеміне келіп ақша табамын деп, осы бір маржа, кредитный плечо, leverage деген дүниелер, егер сіз биржада болсаңыз, соған тап болып, соның салдарынан өте үлкен опық жеп жатқан адамдардың жаңағыдай проблемасы неде, соны ашып қарайтын боламыз. Жалпы leverage, кредитный плечо, маржа деген ол жалпылама бір ұғымды түсінікті дүниелер. Яғни ол сіз брокерден кредит алу арқылы сауда саттық жасайсыз. Бірінші орындағы қауіптілігі $100 бар, брокерге салдыңыз және брокерден 20 есе көбейтіп кредит алдыңыз. Яғни $100 салып, оның үстінен $2000 сауда саттық жасайсыз. Сіздің бірақ рискіңізде сол $100 тұратын болады. Яғни сіз $100 рискісін $2000 сай алып келіп сауда саттық жасағандықтан сіздің салған ақшаңыз аз, алған кредитіңіз жоғары және де сіздің позицияңыз үлкен позиция ашылды. Қандай да бір кішкентай ғана пайызға құлап кететін болса, сіздің ашқан позицияңыз, яғни арзаннан алып қымбатқа сатамын деп акцияны сатып алдыңыз, бірақ үстінде сізге брокер кредит берді. Яғни сол кредитпен сатып алу арқылы сіздің минималды $100 риск алып тұрсыз. Яғни сіз не істейсіз? Минусқа кеткен кезде бірінші орында салған $100 айырып қалады. Себебі салған ақшаңыз аз, алған кредитіңіз жоғары, былайша айтқанда бір-біріне рискісі сай келмейді. Өкініштісі, көп жағдайда біздің қазіргі уақытта Қазақстандағы болып жатырған трейдингке деген көзқарас негативті қалыптасып жатқандығы осы бір кредитный плечо, leverage, маржа деген дүниелерді қолдану арқылы азғантай ақша салып тез байып кетемін дегеннің салдарынан болып жатыр. Өкініштісі, жалпы қарапайым дүние, қарапайым сауда саттықтың өзінде түсінікті. Сен өз ақшаңа сатып алатын болсаң, үстінен қандай да бірге бір пайда көретін болсаң, яғни ол қалыпты сауда саттық деп қарастыруға болады. Ал егер де сен өзің салғаның $100, үстінен онымен $2000 сауда саттық жасап, одан $500, $1000 алатын болсаңыз, сонда сіздің салған $100-дан сіз қанша пайыз пайда алмақшысыз. Былайша айтқан кезде бұл жерде ешқандай да баланс жоқ. Сол баланстың арасындағы рисктің сақталмағанның салдарынан дәл қазіргі уақытта бізде өте көп кісілер минусқа кіріп жатыр және де өте көп осы бір дүниелерден жаңағыдай қиындықтарға тап болып жатыр. Биржа әлемінен дұрыс түрде сауда саттық жасау ережесінде барынша маржа, яғни кредит қолданылмаған дұрыс деп қарастырылады. Әсіресе новичок болса, егер сіз биржа әлеміне қадам басайын деп жатқан болсаңыз, өте бір осы нәрсеге мән беріңіз. Егер сіздің экспертіңіз, не болмаса сіз білім алғыңыз келіп жүрген, қызығып жүрген адам, яғни бірінші орында қарау керек. Ол кісі маржа, кредитный плечомен жұмыс жасай ма? Егер дәл солай болтынса, ол кісіден сізге қашу керек, себебі сіз өте үлкен құрдымға кетіп қалуыңыз әбден мүмкін. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе халал харам мәселесінде. Яғни кредитный плечо, яғни маржа, leverage алу шариғатымызда адал емес болып табылады. Ол харам, яғни риба деп есептелінеді. Неге? Себебі сіз акцияны сатып алатын кезде $100 салдыңыз, бірақ брокерден үстінен 20 есе көбейтіп, не істедіңіз? Ақшаңызды көбейтіп алдыңыз және де сол тапқан табысыңыздан, сол брокерден алған суммадан, қарыз ақшадан үстінен пайыз арқылы не істейсіз? Сіз ақшаны қайтарып бересіз. Яғни бұл жерде пайыз бар. Сондықтан шариғатымыз риба деп рұқсат етпейді. Жалпы рибадан бөлек бұл жерде өте үлкен адамға қауіптілік бар. Егер сіз нарықтан тұрақты түрде дұрыс, адалынан сауда саттық жасап, рискті азайтып, шынайы түрде, ешқандай кредитный плечо қолданбай, стрессіз дұрысынан нарыққа орнығып ақша тапқыңыз келсе, мен сізге оны 3 күндік мини курсында көрсете аламын. Яғни осы тақырыптың бәрін біз ашып қараймыз. Неге халал, неге харам, кредитный плечо, leverage деген дүниелердің салдары, жалпы оны қалай есептейді, оны қалай ажыратуға болады, жалпы биржадан адал түрде қалай табыс табуға болады, қалай инвестиция жасауға болады, ақшаны тұрақты түрде стрессіз, аз рискпен деген тақырыптардың барлығын сол 3 күндік мини курста қарастыратын боламын. Ол үшін осы видеоның астына сілтемеге өтіп алыңыз және де осындай бір пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін біздің каналға тіркеліп алыңыз.